Сәлем достар, сіздермен Гаухар. Бүгін өте дәмді, ерекше пирогты жасаймыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін жылы сүтке қантты, ашытқыны, тұзды қосып, жақсылап барлығын араластырып, көтерілуге алып қоямыз. Біздің апарымыз көтерілгеннен кейін бөлме температурасындағы тұрған жұмыртқаны, сары майды қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін ұнды қосамыз. Ұнды қыздар бірден барлығын салмаймыз. Бірінші жарты бөлігін салып, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қалған ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды көтерілуге алып қоямыз. Көтерілгеннен кейін енді теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті дәл видеодағыдай дөңгелекті формаларды жасаймыз. Үшеуінің пішіні бірдей болу қажет. Одан кейін үстіне өзіңізге ұнайтын вареньеден қосып, осылай жан-жағына барлығына жақсылап жағып шығамыз. Егер де вареньеңіз сұйық болса, онда крахмал қоссаңыз болады. Одан кейін дәл видеодағыдай барлығын біріктіріп, осылай бір формада жасап, үстіне бірінші дөңгелекті формамызды қойып, белгілеп алып, одан кейін осылай әдемілетіп түйетін боламыз. Әдемілеп осылай қыздар орап шығатын боламыз. Одан кейін бетін жауып 15 минутқа көтерілуге алып қоямыз. Көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаға сәл ғана сүтті қосып, осылай барлық жеріне жағып, қыздырылып тұрған пеште, яғни 180 градуста беті қызарғанша 20-25 минут пісіреміз. Мінекей ерекше дәмді пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сонымен қатар достар, менің YouTube каналымда одан да күшті рецепттер бар. Каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.